Баршаңызға қайырлы күн достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қытырлап тұратын хворос дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқаның үстіне шым-шым тұзымызды, қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай, жұмыртқа мен қантымызды жақсылап араластырып алдық. Үстінен 1 ас қасық содаға сірке суын құйып, аз мөлшерде ұнымызды сала отыра, жұмсақтау етіп қамыр илеп аламыз. Қамырымызды 30 минутқа пакетімізге салып, басы жақсылап біріккенше қойып қоямыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. 2 бөлікке бөліп алып, барынша жұп-жұқа етіп жайып алып, дәл видеода көрсетілгендей ұзынша етіп бөліктерге бөліп аламыз. Алдын ала майымызды жақсап қыздырып аламыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай, вилканың көмегімен осылай гүлді етіп, орап 2-3 минутта пісіріп аламыз. Достар, сіздерге менің каналымнан азда болса да көмегі тиіп жатса, мен қуаныштымын. Пікірлеріңізді қалдырып, лайк басып, қолдау көрсетіп қойыңыздар. Мінекей қытырлақ әдемі хворосымыз дайын болды. Осылай бетіне сахарный пудрамызды сеуіп қойсақ та болады. Дастархандарыңыздың сәнін келтіреді.